Бүгін 20 февраль Ғайасақының 145 жылығында Татарстанда һәм ғұмумен Татарстан баш қаласында Қазанда бір шарада yok. Қазанда Татарстаныбызда Ғайасақының мәңгілештіру мәселесінде сілкіну әділәнейік диярлік. Қазанда енді Ғайасақы урамы бар deyip, һәм ол енді біздің қысқа ғына 7-8 йыртлық бір тақырықтағы бір тақырық берілген. Енді урам бар, нәрсеге бізге тағын бір урам дейлер. Хайкел мәселесінде ақша табылса, ақшаға хайреші болса, ол хайкеліні бұлдырашақ біз дейлер. Маңыра ақшасы керек. Яғни bu indi milli uyuşmanın kulundan келе тұрған işlerinin iş tügüldür sen kendi. Татар тілі бүгінкінде ихтияри рәвештә оқытыла, конституция бізге шақтығына көп тискәре үзгәрешләр кертелде. Бұлар барысы да әлбәттә татар халқының милли хокукларына зур басым буларга кабул ителә татар җәмәгатьчелеге тарафыннан һәм дә әлбәттә бүгенкендә Ғайасақны милли байрак итеп күтәрү, аның максат һәм идеяларына таянып милләтебез өчен көрәшү, аның хокуклары өчен көрәшү бик мөһим булып тора.